Баршаңызға ассаляму алейкум. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, ауызда еритін самса рецебін көрсетіп үйретемін. Бұл жерде мен бір қамырдан екі түрлі самса жасадым. Біреуі слоеный, біреуі кәдімгі песочный болып шығады. Ал енді бізге керек заттар: ұн, сары май, қаймақ, бір жұмыртқа және де 2 сары уыз, 1 шай қасық тұз керек болады. Осы тұзымызды ұнға саламыз. Ұнымыздың үстіне сары майымызды електен өткізіп шығамыз. Сары майымыз морозильниктен өте сондай суық болу керек. Енді қолымызбен сары майымызбен ұнымызды жақсылап араластырып аламыз. Енді сары май мен ұнымыздың үстіне 2 сары уызымызды, 1 жұмыртқамызды және де қаймағымызды қосып, қасықпен араластырып аламыз. Ең бірінші жақсылап қасықпен араластырып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап тұрып ұнымызды илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, қолға жабыспайтындай болып шығады. Енді пищевой пленкаға орап 2 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Оған дейін салмасына кірісеміз. Менде сиыр етінен фарш, 2 жуа, картоп, тұз және қара бұрыш. Жуамыз бен картопты майда кубиктап фаршқа саламыз. Салмамызға 1-1,5 қасық тұз салып, бұрыш салып араластырамыз. Осымен салмамыз дайын болады. Енді қамырымызды алып шығамыз. Оны таразыға өлшеп аламыз. Менде 943 шықты. Осы 943-тен 25 штук самса шығады. Осылай екіге бөліп алам. Мен бір қамырдан 2 түрлі самса жасаймын. Біреуі песочный болады, екіншісі қатпарлы болады. Енді үлкен бөлігін алып, жақсылап, жұқалап, жайып шығамыз. Одан кейін үстінен ертілген сары майымызды жағамыз. Жағып болғаннан кейін шетінен қамырды алып, осылай видеодағындай орап аламыз. Қамырымызды толығымен орап алғаннан кейін осылай орап, холодильникке 30-40 минутқа қойып қоямыз. Енді екінші бөлік қамырымызды алып, 10 бөлікке бөліп шығамыз. Таразыға өлшеп аламыз. Менде 366 грамм болып шықты. Осыны 10 бөлікке бөлген кезде 37-38 грамм болады. Осы дәл видеодағындай үстіп домалата самсамыздың қамырын дайындап аламыз. Енді самсамызға арналған әрбір бөлшегімізді осылай видеодағындай әдемі етіп домалатып, оқтаумен жайып шығамыз да. Енді салмамызды салып, шет жағына қарай салмамызды саламыз. Сосын осылай видеодағындай қамырымызды бір-біріне жабыстырып, шет жағынан алып, осылай орап, ұйғыр самсасын жасаймыз. Басында кішкене қиын болады, одан кейін қолыңыз тез-тез үйреніп кетеді. Міне осылай оп-оңай песочный самсамызды жасап аламыз. Холодильниктен слоеный самсаға арналған қамырымызды алып, 15-16 бөлікке бөліп шығамыз.
Бұнда да 37-38 грамм болады әр бір самсаның бөлігі. Слоеный самсаның формаларын мен екі түрлі етіп жасадым. Бірінші формасы песочный самса сияқты, тура сондай. Жасалуы қиын емес, көп жасаған сайын қолыңыз тез үйренеді. Сонымен қатар, сіздерге видео ұнап жатса, тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Екінші формасы ол осындай үш бұрышты. Бұл жерде салмасын ортасына саласыздар да, осылай үш бұрышты етіп жан-жағын қысып формасын шығарамыз. Міне осындай үш бұрышты болып шығады. Міне самсаларымыз дайын болды. Енді осылай листқа мен пергаментный бумага салсаңыздар болады. Мен осындай тефлоновый коврик салдым. Самсаларымызды осылай әдемілеп қойып шығамыз да, үстінен бір сары уызымызды жағып аламыз. Жағып болғаннан кейін үстінен кунжут сепсеңіздер болады. Самсамызды духовкада 180 градуста 20 минуттай пісіріп шығамыз. Артық қалған самсаның үстінен сары уызымызды жағып, кунжутты сеуіп, алдын ала морозильникке дайындап қойсақ болады. Егер сіздерге ұнап жатса видео, тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.